Футбольный клуб Алаш. 50 плюс Лига Алаш и футбольный клуб Алаш. Так, Карике, қалай ойлайсыз? 20-25-тің кубогын кім алып кетеді? Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға. 4 команда, иә? Иә. Сіз кірдіңіз полуфиналға, біз, потом Асар 2. Заңгер. Заңгер. Заңгер, Иә. Кім алып кетеді деп ойлайсыз? Бұл жерде үлкен сондай бір жарыс дода болғаннан кейін футбол спорттың төресі доп өздеріңіз білесіздер енді. Баршалар қаншама қауым бәрі осы футболды қалайды, және де қаншама шеберлер бұл алаңда ойнайды. Соның ішінде ойламаған жерден былай қарап тұрсаңыз Заңгер де шығып отыр. Сол себептен команда, ана команда әлсіздеу, мынау мықтылау деп оны айтуға болмайды. Сондықтан ойын көрсетеді, как говорят, ковер покажет дейді ғой енді. Құдай қаласа енді кереметтей бір жорамалда осындай бір жоспар бойынша мысалы кімдер Заңгер ұту мүмкін деп оны айта алмаймын, бірақ менің ойымша өзімнің пікірім мынау тәртіп қай құрама командада бар, және де дисциплина дейді ғой. Тәртіп қай жерде болады, сол әрқашанда өзінің бір үлкен жемісін көрсете біледі. Ол да сондай бір спорттың заңдылығы Серік аға. Сондықтан Алматы құрама команда қазіргі деңгейде, қазіргі өзінің бабында керемет жақсы. Сондықтан әрине өздеріңіздің командаларыңыз жақсы дайындалып, жақсы футбол көрсетіп жатырсыздар. Енді Алланың қалауымен біздің құрама командамыз, Алаш құрама команда сізге қарсы шығып отыр. Біз де енді қолымыздан келгенше бір жақсы ойын көрсете білеміз деп. Жарты финалда ғой. Жарты финалда. Үлкен сенімдеміз, үлкен үміт артамыз. Құдай қаласа алға-жар болсын бәрімізге. Ең бастысы бұл жарыста бір-бірімізге деген қарым-қатынасымызды, сый-құрметімізді жоғалтпай, әрқашанда бір-бірімізді сыйлап, осындай футбол алаңында жақсы ойын көрсете білейік аға. Рахмет.